Құстар неге сөйлей алмайды? Ұлық Алла құс біткенге адамша тіл береді. Тіл пайда болған соң құстар адамдар сияқты өз араларында патша сайлауға таласады. Құстар шықылдап, шулап даланы басына көтереді. Барлығының хан болғысы келеді. Ортаға бүркіт шығып, хан мен боламын, бәріңнен биікке самғап ұшамын деді. Оған құстар келіспеді. Жоқ бүркіт, сен өте тәкаппарсың, бізге хан болуға лайық емессің деді. Жарқанат, мен хан боламын, қанатым жүннен емес теріден. Құстарға құспын деймін, аңдарға аңмын деймін, бәріңнен ерекше жаратылғанмын деді. Құстар келіспей, жоқ Жарқанат, сенің айыбың да осы ерекшелігіңде. Жарықтан қорқасың, тек түнде ғана жүресің, ал түнде біз ұйқыда боламыз. Бізге ондай патшаның керек жоқ деді. Көкек, әу құстар, ендеше мен хан болайын деді. Құстар оғанда жабылып, сенің үйің жоқ, я күйің жоқ, балаларыңда әр ұяда бір туасың. Бізді жетістірмек түгіл, алдымен үйіңді келістіріп ал деді. Қарға тұрып, мен хан болайын деді. Құстар оғанда, сен Нұх пайғамбарды алдап кеткенсің, саған қалай сенеміз деді. Болмағасын ең соңында шықылықтап торғай шығады. Ақыры лайықты құс табылмады. Бәрінде сында бар, мінде бар, ендеше мен хан болайын. Денем кіші демесең, менен әділ патша таппайсыңдар деді. Құстар, сен Ыбырайым пайғамбардың отын үрледің, сенімнен кеткенсің, бізге патша бола алмайсың деді. Осылай құстар бір-бірімен таласып жатты. Әр құс өзін хан ұсынса, құстар жамырап қарсы болды. Құстардың тартысып, таласып жамырағаны сонша дауысы көктегі періштелерге жетіпті. Сосын ұлық Алла ренжіп, ақыры бір-біріңмен тіл табыса алмайды екенсіңдер. Онда тілдеріңді аламын, сөйлемей-ақ шықылықтап жүре беріңдер. Араларыңнан хан да шықпасын, әркім өз басына патша болсын деді. Сол кезден бастап құстар адам сияқты сөйлеуден қалады.